Кім күшті? Ерте екен, ешкі жүні бөрте екен. Қырғаулы қызыл екен, құйрық жүні ұзын екен. Жалтыр мұзға сартылдап, алшая келіп қоныпты, шаты айырылып қалыпты. Қисая жатыр қырғауыл, сонда мұздан сұрапты. Мұз, сен неден күшті болдың? Мен күшті болсам, бауырымды жаңбырға тестірмес едім. Жаңбыр, сен неден күшті болдың? Мен күшті болсам, өзімді жерге жұтқызар ма едім? Жер, сен неден күшті болдың? Мен күшті болсам, көк шөпке бауырымды жұлдырмас едім ма? Көк шөп, сен неден күшті болдың? Мен күшті болсам, көк тоқты мойнынан жұлқыламас еді. Көк тоқты, сен неден күшті болдың? Мен күшті болсам, көк шұнақ қасқырға құйрығымды жұлқытпас едім да. Қасқыр, сен неден күшті болдың? Мен күшті болсам, көк мылтыққа құйрығымды ойдырмас едім да. Көк мылтық, сен неден күшті болдың? Мен күшті болсам, қоңыр шолақ тышқанға білтемді қидырмас едім. Тышқан, сен неден күшті болдың? Мен күшті болсам, құмырсқаға інімді алдырмас едім. Құмырсқа, сен неден күшті болдың? 6 батпан ауырды арқалаған күштімін, 7 батпан ауыр желкелеген күштімін. Осылайша кішкентай болса да, ең күшті, ең батыл құмырсқа болып шықты. Осымен ертегіміз аяқталды. Ұнаған болса лайк басып, пікір қалдырып кетулерін сұрайық. Тіркеліп кетіңіздер.